Арма қазағым, баршаңызға есенлік. Енді 1 қыркүйек жаңа оқу жылы жақындап қалды. Сонымен мен бүгін мәңкүрттер туралы тақырыпты қозғағым келеді. Біздің қоғамда көптеген адамдар ойлайды, мәңкүрт деген ол қазақ тілді білмейтін, тек қана орысша ғана сөйлейтін адам деп. Иә, ол оймен мен толық келісемін. Мәңкүрттерді және оларға қатысты енді жаңағы өздерін оппозициялық санайтын түрлі адамдар, бірақ осы 3 жыл болды Украинада соғыс болып жатқанда Украинаны қолдағанмен де олар қазақ тілді, қазақ өзінің болмыстарын қолдамайды. Олардың барлығы мәңкүрттер. Мен онымен толық келісемін. Бірақ біздің қоғамда бірнеше мәңкүрттердің типтері бар, және біз оларға мән бермейміз. Мен мәңкүрт деп өз балаларын жаңағы қазақ мектепке беріп, орыс мектепке беріп жүрген адамдарды айтамын. Оның ішінде біздің өзіміздің ауылда туылып өскен қазақ мектепке барған, қазақша сөйлейтін өз қазағымызды айтамын. Балаларын жаңағы орыс мектепке беріп жатқан көбі айтады, ол қойшы сол Ресейдің туын көтерейін деп жатыр ма деп, я немесе бүйтейік жаңағы. Біз жаңағы кеңес одағында орысша білмей, содан зорлық көрдік. Мен өзімнің жаңағы балаларымның, немере шөберелерінің ондай неден өткенін қаламаймын деп орыс мектептерге беріп жататындар бар. Бәрібір олар мәңкүрт болады. Себебі балаларын мәңкүрт жолына салып отыр, және өздері де қазақ идентификацияны, ұлттық идентификация туралы өте түсініктері төмен болып отыр. Сонымен қоса тағы да бір тип, ол өздерінің жаңағы қазақ тіл, қазақ тарихы деп отырып жаңағы балаларын орыс мектептерге ауыстырып жатқан, орыс мектептерге беріп жатқаны, және олардың сылтаулары қандай? Олар жаңа қазақ мектепте білім өте төмен, сапасы төмен деп айтатындар. Қаншама олимпиадаларды, әлем бетіндегі олимпиадаларды, международный олимпиада дейді ғой, солардың барлығын Қазақстанда жеңіп келіп жатқан балалардың барлығы, жарайды, барлығы емес, бірақ көбі қазақ мектепті бітірген балалар. Сонда олар қалай олимпиададан жеңімпаздары аталынып жатыр, егер де қазақ мектептердің сапалары төмен болса? Сонымен қоса мәңкүрттер деп мен тағы да кімді атаймын? Мына нелердің жаңағы өздері қазақ бола тұрып, қазақша сөйлеп, бірақ орысша нашар сөйлейді, бірақ орысша араластырып бүйтіп не алғанды зор көретін, абырой көретіндерді мәңкүрт деп атауға болады.